армысыздар. Қазақ әліпбиінде екінші тұрған әріп «ә». Жалпы мұндай дыбыс көптеген тілдерде кездеседі. Бірқатар түркі тілдерінде «ә» жеке фонема ретінде таңбаланады. Мысалы татар, ноғай, башқұрт, әзірбайжан, ұйғыр тілдерінде. Ал өзбек, түрік, түркмен, қырғыз тілдерінде «ә» дыбысының естілімі болғанмен арнайы әріппен таңбаланбайды. Қазақ тілінде «ә» дыбысының арнайы таңбасы бар. Кирилл нұсқасында ол былай жазылады «ә». Ал енді «ә» әрпінің латын графикасындағы нұсқасына тоқталайық. 2018 жылы ақпан айында акутқа негізделген қазақ әліпбиі бекітілді. Акут бұл диакриттік таңба, ал диакритикалық таңба дегеніміз әріптің үстіне немесе әріптің астына қойылатын таңба. Диакритикалық таңба латын әліпбиін қолданатын елдердің көбінде бар. А әрпінің үстіне қойылған акут таңбасы «ә» дыбысын береді. Жазылуы қиын емес. А, одан кейін үстінде таңба «ә». Әже, әке, әліппе, әткеншек. Түсінікті болған шығар деп ойлаймыз. Ары қарай кеттік. Қазақ тарихында «ә» әрпінен басталатын тұлғалар өте көп. Солардың бірі ұлы ойшыл Әл-Фараби. Қазақ топырағынан шыққан ұлы данышпанның толық аты жөні Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Тархан Әл-Фараби. Әл-Фараби әлемге әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, физик, астроном, лингвист, логика, музыка зерттеушісі. 870 жылы Отырар қаласында туған. Ол кезде Отырар қаласы 9 жолдың торабында ұлы жібек жол бойында тұрғандықтан қалаға келетін керуендердің санында есеп болмайтын. Әбу Насыр Әл-Фараби алғашқы сауатын туған жерінде ашқаннан кейін сол керуенге ілесіп, білім қуып, Бағдат шаһарына кетеді. Кейіннен Самарқан, Бұхара, Харран, Мысыр, Шам, Халеб шаһарларында білім көкжиегін кеңейтеді. Ол жас кезінен Аристотель, Платон сынды ұлы ғұламалардың еңбектерімен танысып, талдау жасайды. Әл-Фараби тіл мәдениетін, философиялық, гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары салаларын терең меңгеріп, осы бағытта құнды ғылыми жаңалықтар ашады. Ғылымның әрбір саласын қамтыған 200-дей трактаты әлемдік ғылымға қосылған қомақты дүниелердің бірі болып саналады. Әл-Фараби ғылымдарды жіктеуді арифметикадан бастап, метафизикамен, яғни пәлсапамен аяқтаған. Ағылшын ғалымы Карен Армстронг пәлсапаның негізін салушы түрік ғұламасы Әбу Насыр Әл-Фараби деген. Тарихи деректерге сүйенсек, Әл-Фараби 70-ке жуық тіл білген. Әбу Насыр Әл-Фараби мұраларының Қазақстанда түбегейлі зерттелуі 20 ғасырдың 60 жылдарында ғана қолға алынды. Оған алғаш бастамашы болған қазақ ғалымдары Ақжан Әл-Машани мен Қаныш Сәтбаев еді. Белгілі зерттеуші Ақселеу Сейдімбек Әбу Насыр Әл-Фарабидің нақыл сөздерін жинақтап, арнайы еңбек етіп жариялады. Осы еңбекте Әл-Фараби айтыпты дейтін тәмсілдерге қысқаша тоқталайық. Әл-Фараби Бағдатқа келгенде оған халифа Мұқтатид ибн Муаффақ Әл-Биллах: «Осы сені оқудың түбіне жетіпті деп естідім. Сонда сен көп білесің бе, әлде Аристотель көп білеме?» деп сұрайды. Сонда Әл-Фараби: «Егер мен оның заманында өмір сүрген болсам, шүбәсіз оның үздік шәкірттерінің бірі болған болар едім» деп жауап берген екен. Әл-Фарабидің есімін насихаттау, жаңғырту мақсатында елімізде көптеген іс-шаралар атқарылып келеді. Қазақстандағы іргелі жоғары оқу орындарының бірі Қазақ ұлттық университеті 1991 жылы ұлы ойшыл Әл-Фарабидің есімін иеленді. Биыл Әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл. Осы жылдың басында елбасы кітапханасының қоры 7 томдық жауһар дүниемен толықты. Бұл құнды қазына халықаралық Абай клубының философиялық ойлар кітапханасы сериясы бойынша әлемнің екінші ұстазы атанған Әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай шығарылған. Әрине, бір хабардың ішінде Әл-Фараби әлемін толық қамтып шығу мүмкін емес. Ұлы ойшыл туралы кеңінен білгіңіз келсе, басқа да ақпарат көздерін қарап шығуға кеңес береміз. Ал енді осымен біздің бүгінгі эфиріміз тәмам. Біз бүгін «ә» әрпінің латынша жазылу нұсқасымен таныстырдық. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.